Сәлем достар, менің денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің бүгін 11-ші күні. 9-10 күндері мен видео салынбай қалды. Ары қарай ең бастысы ары қарай жалғастыру керек. Қазір біраз тренировка жасап, денсаулықты реттеу керек. Міндетті түрде ыстық су ішу керек. 1,5 литр мөлшерінде. Және де ол суды ішкенде бірден лық еткізіп ішуге болмайды екен. Ақырындап, екі шұрттап ішу керек екен. Сонда ол біздің организмімізге сіңеді, жақсы әсерін береді екен. Неліктен мен осы денсаулығыма қатты қарай бастадым? Себебі менің давлением өте жоғары болды. 220-ға дейін барған кездер болды. Оның себебін анықтау үшін анализ тапсырып, УЗИ-лерден өтіп, сонда нәтижесінде бүйректе пиелонефрит деген диагноз қойды. Өт жолы қойылған деді. Сонда өзімді бақылап қарасам, суды өте аз мөлшерде ішеді екенмін. Қазір су мөлшерін реттеп жүрмін. Тұз мөлшерін азайтып, себебі тұзды тамақ көп жейді екен. Бұрыш, ашты бұрыш, оның бәрі маған давлениемді көтеріп жүреді екен. Сол сияқты тағы да қандай әдеттер. Тәттіні азайтып жүрміз. Оның орнына изюм орех, курага, финики жеп алмастырып жүрміз. Оның тамақтарды азайтып жүрміз. Және ең бастысы ұйқы. Сол ұйқыны реттеу керек. Себебі біздің организміміз Алла Тағала солай жаратқан. Қандай да бір ағзада дұрыс емес процесстер болса, ол ең бастысы ұйқы кезінде оның бәрін организм емдей бастайды. Сондықтан да ең бастысы ұйқы, дұрыс мөлшерде су ішу, дұрыс тамақтану, міндетті түрде табиғатқа шығып серуендеу. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.